ағылшын тілінің 8 жылдық маманы ретінде, 8 жылдық тәжірибесі бар маман ретінде айтарым. Ағылшынша жақсы сөйлей кету үшін сізге 3 компонент керек. Біріншісі ол comprehensible input. Comprehensible input деген түсінікті ақпараттар ағымы. Сіз миыңызға ақпаратты енгізсеңіз, содан кейін ғана сізді мына жақтан тіліңіз шығады. Сол тілде сіз ақпаратты алу керексіз, оқу керексіз, көру керексіз, то есть есту керексіз, мысалы фильмдер көру керексіз деген сияқты. Бірақ ол ақпарат сізге түсінікті болу керек. Яғни сіздің тіліңіз тез шығу үшін ол ақпараттың 70-80%-ын сіз түсіну керексіз. Сонда ғана тіліңіз тез шығады. Келесі ол жүйелілік. Белгілі бір сөздердің, сөз тіркестердің сіздің активті сөздік қорыңызға ену үшін, яғни сіздің ол сөздер қолданысқа ену үшін, ол сөзді бір рет көріп, жай ғана жазып алу жеткіліксіз. Біріншіден, ол сөзді сіз бірнеше рет қайталау керексіз. Минимум, 6-7 рет қайталап көру керексіз. Содан кейін ол сөзбен сөйлеу керексіз, production болу керек, немесе жазу керексіз. Содан кейін ғана ол, мына айтады ғой, мына жақтағы бейсанадағы атын ұмытып қалдым бір мидың бөлігі, сол жаққа өтеді да, сіз сөйлеген кезде ол қалай өзінен өзі былай миыңызға келгенін байқамай қаласыз. Яғни жүйелілік маңызды. Күнде сол сөздерді мысалы 15-20 жаңа сөзді жаттадыңыз ғой. Сол сөздерді өзіңізді тексеріп қайталап отыру керексіз. Мысалы, карточка қойыңыз көз алдыңызға сол сөздермен жабыстырып, сонда ол сіздің миыңызға жақсы қалады. Және өзінен өзі, мысалы, сізге сұрақ қояды ғой ағылшынша, қалай ойыңызға всплывать етеді дейді ғой, бүйтіп. Миыңызға ол сөздің қалай келгенін байқамай қаласыз. Сол миыңызға келіп, қалай сөзді қолданып кеткеніңізді өзіңіз байқамай қаласыз. Сосын сөздерді міндетті түрде контекстте жаттау керек. Бір сөзді жаттасаңыз, сіз ұмытып қалуыңыз мүмкін. Ал контекстте ол сіз есіңізде өте жақсы қалады. Себебі біздің миымыз ассоциацияны жақсы көреді. Бірдеңкемен байланысын жақсы көреді. Екіншіден, әрбір ағылшынша сөз бір жерде қолданса, екінші жерде оны қолдануға келмейді. Сол үшін контекстте, яғни сөйлемдерде жаттаған дұрыс. Яғни карточкада сөйлеммен бірге жаттаңыз. Бір сөзді ешқашан жаттамаңыз. Сол. Үшінші компонент ол production. Яғни сіз жаңағы жаттаған сөздеріңізді міндетті түрде қолдану керексіз. Яғни сөйлемде қолдану керексіз, сөйлеп қолдану керексіз, немесе жазбаша қолдану керексіз, writing, жазылыммен. Оны міндетті түрде практика жасау керексіз. Сонда ол сөздер сіздің сөздік қорыңызға 100% енеді. Міне осы 3 компонентті байланыстыра келе мен авторлық методика, авторлық курс ойлап таптым. Яғни сізге күнде 15-20 минут уақытыңыз керек. Мен сізге лексика, тапсырмалар, соны бекіту үшін арналған карточкалар, ойындар, соны барлығын жіберіп отырамын. Сосын аптасына 2 рет біз осы жаттаған сөздермен, барлық үйренген нәрсемізбен практика жасаймыз. Сіз оны 2 күн бойы бір күн қайталайсыз, бір күн жаттайсыз, екінші күні қайталайсыз, үшінші күні практикаға салады екенсіз. Яғни біз ол сөздерді қайдан аламыз? Біз кітаптардан алмаймыз, біз оны сериалдардан аламыз. Барлығы табиғи түрде сіздің сөздік қорыңызға еніп кеткенін өзіңіз байқамай қаласыз. Яғни бұл жерде қандай сериалдар болады? Elementary деңгейіне өзінің деңгейінің сериалдары, pre-intermediate деңгейіне өзінің деңгейінің сериалдары болады. Және өмірге керекті сөздерді ғана үйренесіз. Яғни сіз табиғи жолмен өмірге керекті сөздерді қалай сіңіріп алғанын байқамай қаласыз.